Сондықтан ол әнұранды ауыстыру керек. Және сөзін қарасаңыздаршы, ол анау тым егеріп жатқан кезде жазылған өлең. Оны тағы бәлен облыс анау мына деп сақтап қалмақ үшін жазған дейді. Ондай керек жоқ. Жастар ол кезде саясатпен айналыспайды, шәмшаға. Олар сол кезде тыңға арнап жазылған мақтау өлең болатын шынында да. Енді сол кезде бақытты, біздің ел бақытты, біздің ел осындай деп жазды ғой. Сол отар кезімізде жерімізді тың игерушілер деп қаптап, Россия мен Украинадан қаптап жатқан кезде келімсектерді. Соның қырсығыдан осы 59 жылдары қазақтың саны өз жерінде 28% қалғанбыз. Солар келген бүлінді тіліміз. Ұмытып келгендер орысша сөйлеп бәрі. Ал енді бөлмеген дұрыс. Біздің ел бақытты, біздің ел осындай деп 57 жылдар айттық. Москвадан қорыққандықтан. Енді сол сөз тағы да сол мында кемінде жүр. Сондықтан біздің ел бақытты. Ана кезде де бақытты болып біз отар кезде тәуелсіздік алғанда да дәл сондай бақытты екенбіз. Желтоқсанда несіне шығып, шайқасып сотталдық ондай болса, несіне тәуелсіздік алдық деген ой туады ғой. Сондықтан ол әрине ол жақсы ән, жеңіл ән, менің Қазақстаным әні. Бірақ гимн жеңіл болмау керек. Гимн салмақты болу керек. Мынау құйрығы кесілген ат сияқты шолтаңдаған. Ол марш, жай маршообразный, маршевый көңілді ән. Сондықтан оның салмақты гимн деген олай болмайды. Президентіміз бірақ өзгерту керек. Ол тек қана сөзін емес, жаңағы Назарбаевтың. Барлығын алып тастау керек. Ән айтыла берсін халықта. Бұрында айтылған ән ол. Популярный болған ән менің Қазақстаным. Айтыла берсін. Ол гимн болсын деп жазылған жоқ ол кезде 56-57 жылдары. Алған сыйлықтарын алды авторлар. Сондықтан біз қазір салмақты бар ғой, отаным деген әні. Отаным кең байтақ, там-та-там, там-да-дай-дай-да-дай-дай-да-дай. Осы сияқты салмақтан болу керек. Сол тыңдап болған марш ол басқа жанр. Маршевый. Президенттің айтуы бойынша қазіргі әнұран ұлттық рухты паш етеді екен. Ойпырмай, шіркін-ай. Ұлттық ұран тыңдаған адамға бұрынғы гимн бар еді ғой, Төлебаев жазған. Ана Брусиловский мен Хамидиді қосып берді кейін. Шынымен де Төлебаев жазған. Сөзін Қайым Мұхамеджанов жазған. Міне, соның Төлебаев жазған сол гимннің, ол сол шынымен де көк көбелек әні бар ғой қазақтың. Аспан әуеде ұшып жүрген, көк көбелек басайын, теретеңі болса, та-да-та-да-та-да-та-да-та-тай. Көк көбелек әніне құрылған сол. Ал Шәмші Қалдаяқовтың популярный болып кету себебі, ол ұлттық бұрынғы иірімдерден ауытқып, сол кезде қаптаған келімсектер, Москвадан берілген радио, солардың ықпалымен космополитизмге қазақшадан кете бастаған кез. Сол ән сол кездегі халыққа түсінікті болып естілді. Содан Қалдаяқтың әндері, тағы да басқа композитор, сол жаңағы популярный болып кеткен себебі сол. Аса қазақша емес болып, сол заманға қаптаған 28% қазақ қалған Қазақстанға сәйкес кеп қалды санасына. Сол ғана